Бұл естігендеріңіз аққудың сұңқылдаған үні. Табиғаттың, оның ішінде құстың даусын шебер салатын көне аспаптың бірі қазақтың сыбызғысы болса, Түркияда құс тілінде сөйлейтін тұтас бір ауыл барын білген бе едіңіздер? 500 жылдық тарихы бар бұл дәстүрдің отаны әрі басты орталығы Гиресун провинциясындағы Күшкөй елді мекені. Бізше құстар ауылы. Жергілікті тұрғындар мұнда түрік тілінен бөлек бір-бірімен күш дилинде, яғни құс тілінде сөйлеседі. Бұл қашықтан ысқырық арқылы тілдесу дәстүрі. Сол үшін де бұл тілдің тағы бір атауы ысылық дили, яғни ысқырық тілі. Мұнда ерекше қарым-қатынас түрі осы таулы, ойлы, қырлы жердегі тіршіліктен туған. Дауыстың күші жетпейтін жерге халық маңызды хабарын ысқырықпен жеткізіп отырған. Әйтпесе шаруамен айналысып жүріп, ұзақтан өстіп әңгімелесетін болған. Бұл лингвистикалық тұрғыдағы жеке тіл емес, түрік тілінің ысқырық арқылы берілетін ерекше формасы. Кезінде технология болмаған заманда шыққан бұл дәстүрді жергілікті халық әлі күнге дейін ұстанады. Бір көше әрі тұратын көршісін шайға шақыру үшін, әйтпесе малдың қайда жүргенін айту үшін мұндағы жұрт дауыс құртпайды, ысқыра салады. Ұялы телефон дәуірі бұл дәстүрге біраз қауіп төндірген рас. Десе де, ЮНЕСКО-ның шұғыл қорғануына алынған ерекше мәдениет бүгінде қайта жанданып келеді. Мәселен, мектептерде құс тілі факультатив пән ретінде оқытылады екен. Ересектер үшін арнайы курстар ашылған. Сондай-ақ атадан қалған мұраны сақтау мақсатында мұнда жыл сайын дәстүрлі фестивальдер өткізіліп отырады. Түркі жұртының қай-қайсысын алсаңыз да табиғаттың тылсымын түсініп өмір сүрген. Бұл қазақ дүниетанымынан да көрініс табады әрине. Халқымыздың бүкіл болмысы табиғатпен біте қайнасқан. Мәселен, біздің ата-бабамызда іштегі шерін, қуанышын, мұң-мұқтажын тікелей адамға емес, тауға, күнге, ағашқа айтып тарқатқан. Ғашығына деген махаббатын да, елімен қоштасар соңғы сөзін де, қоғамға деген үндеуін де халқымыз табиғатпен тілдесу арқылы жеткізген. Осындай дәстүрлі аспаптарымыздың да бәрі дерлік табиғат құбылыстарының үнін келтіреді. Жаңа тыңдадыңыздар. Мәселен, қасиетті қобыздың шанағынан аққудың сұңқылы да, бөрінің ұлығаны да, желдің ысқырығы да шығады. Ал саха халқының фольклорында да аң-құстың даусын салу үлкен бір өнер саналады. Баяғыда аңшылар маралдың, бұғының, аюдың немесе түрлі құстардың даусын айнытпай салып, жануарларды шақырып, олармен өстіп тілдесетін болған. Бұл да өмірлік қажеттіліктен, табиғатпен үйлесімнен туған тағы да бір дәстүр. Ұлан ғайыр кеңістікті алып жатқан түркі дүниесінің табиғатпен осындай тығыз байланысы, оның ғасырлар бойы үзілмей заманымызға жеткені біз үшін сөзсіз баға жетпес байлық, үлкен мақтаныш. Олай болса, атадан жеткен мирасымызды келер ұрпаққа аманаттау біздің де басты парызымыз болуы тиіс.